Жалпы бәріміз де тойда жүрміз ғой, көреміз. Мына төрде отырған кезде шаңырақ көтеріп жатқан қыз бен жігіт отырады, қасында жігіт жолдас және қыз жолдас деген болады. Сол жігіт жолдас көбінесе үйленіп жатқан қыздың қасында отырады. Ал қыз жолдас жігіттің қасында отырады. Атауы айтып тұр ғой, жігіт жолдас жігіттің қасында отыру керек негізі. Қыз жолдас қыздың қасында отыру керек. Енді мән бермейтін шығар бәлкім бұған. Егер тақуалық қылып жүрсеңіз, мән бергеніңіз дұрыс. Сіздің үйленейін деп жатқан болашақ жарыңыздың қасында ол сіздің досыңыз болса да, ол оған бөтен болады, болмайды отыруға. Не себепті? Бұның даналығы мынада. Қасындағы бойдақ жігіт. Сосын оның сұрағы болады. Бір туыстарыңыздан, болмаса құда жақтан келіп жатқан қыздарға көз түсіп қалуы мүмкін. Енді үйлену ниетімен. Сөйтіп ол мына үйленіп жатқан жігіттен сұрайды. Ана қыз тұрмысқа шыққан ба? Мына қыз нешінші жылғы деген сияқты сұрақтар болады ғой жігіттердің ортасында. Негізгі пайдасы осы жерде ғой. Тақуалық қылып жүрсеңіздер, осыған мән беріңіздер.